қолдайды деген қате болады ол. Қате болады жаным. Осыны ұғыңыздар. Яғни баланың саны маңызды емес. Баланың саны маңызды емес. Баланың тәрбиесі маңызды. Абай атамыз жақсы айтады. Тектілік не ол дейді? Тектілік қаннан беріле ме дейді? Жоқ, тектілік бұл тәрбиемен келеді екен. Тектілік оқумен келеді, тәрбие үйренумен келеді. Тектілік сонан текті боласың сен. Менің атамның атасының атасы герой болған, атасының атасы батыр болған, тұқымдарымыз бәрі хан болған. Сұмдық хансыңдар бәрің. Сен ше? Енді хан болмайсың ба? Тектісің ғой сен. Көшеге шығып мен тексізбін деген адам бар ма? Жоқ, бәрі текті. Қазақтың мен үшін өзіме. Әр қазақтың баласы, әр мұсылманның баласы текті. Өйткені ол жақсы көрген шаңырақта туылған. Ол атана сыйлаған шаңырақта туылған. Алла деп сөйлеген семьядан туылған. Құдайы аузында болып, жүрегінде иманы бар адамнан туылған. Сол тектік. Және сол тектілік бұзылады. Тәрбие жасалмаса бұзылады жан. Соны үйретіп тәрбиелеп, өмір деген үлкен даңғыл жолға салып беру өмірдің үлкен миссиясы. Оны киіндіріп, жақсы киімдерді алып беру миссия емес. Таңғы және кешкі зікірлерді уақытысында үлгермесең, одан кейін оқыса бола ма дейді. Әлбетте. Жаңағы әдкарларды, яғни зікірлерді тек қана сағат 9-ға дейін оқу керек, сағат 10:30-да оқымаса өтпей қалады. Оқи бересіз. Оқи беріңіз. Тойханада, намазханада бала емізуге бола ма? Ұят сияқты намазханада емізуге дейді. Енді омырауыңды ашып алып отырсаң, вокзалда да ұят болады, аэропортта да. Енді бір бұрышқа тұрып, кішкене шетке тұрып емізсеңші, ары қаратып, мынандай платочкті бүйтіп өз бәрін көрсетіп беретін болдым ғой сіздерге. Бүйтесің да, бүйтіп жау боласың да, үстінен емізе бер болды. Кім қарап жатыр саған? Енді, конечно, бүйтіп өзің сөзді бәрін ашып қойып емізіп отырсаң, енді өткендер шалынып қалайды бәрі. Сүтің ауырады, балаң ауру болады, көз тиеді. Енді әр нәрсенің жөні бар ғой. Намазхана бола ма, ол басқа жер бола ма? Әр нәрсенің жөні бар емес пе? Жоқ, емізбеу керек пе? Бала аштан жылай берсін онда. Бола ма? Жоқ, емізесіз. Емізудің бір әдебі бар, тәртібі бар. Жол жүрген әйелдер бар баласымен. Енді не істеу керек енді? Ұстаз, букмекерден ақшаны қайырымдылыққа жұмсаса сауап бола ма дейді. Егер случайно ұтып алсаң, соны беріп жіберсең садақ болады. Ал егер мен садақа бүйтеді біздікілер. Лотерея ойнай беретін біреу айтады да, постоянно ойнаймын дейді да. Арам десең, жоқ, ұтып алсам садақа берем ғой дейді. Ұтып алсам мешіт салып берем ғой сізге дейді. Ол арам болады. Енді случайно өзің кетіп бараттың, жерден бір нәрсе тауып алдың. Бір қағаз тауып алдың, сөйткенде бір жүгіріп келді. Мынау лотерея, ұтып алдың сен $1 миллион десе, онда Құдайдың берген дейсің, алып кете бересің. Ешкім ойбай, астағфирулла деп тастай сал демейді, ол тастай да салмайсың өзің ақ. Өзің ақ жабысасың, менікі болмаса да, сенікі болмаса да менікі дейміз ғой. Сол да. Сондықтан бұл жердегі мәселе неге тіреледі? Мәселе сен өзің алма. Дүние тұрған шатымыз, рахмет. Алла разы болсын. Сіздерге де сол Алланың берекесі болсын. Рахмет. Алла разы болсын. Жилстройға ақша құю күнә емес. Қаңғып біттік біз. Өз елімізде телмірген елі болдық біреуге. Оның да уақыт өтті. Алуға болмайды деп жүргендердің өзінің квартирасы бар. Өзінің квартирасы бар, соның басқалары енді өмір бойы ақша жинап, өмір бойы біреуді байта береміз ба? Әр нәрсе жөнімен болу керек. Умраға бармаған, үлкен қажылыққа бармаған адам, умраға барып әке-шешесіне бедел қажылық істеуге болмай ма? Болады. Бола береді. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кейфа халука, устади? Машаллах, бихайр. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Ва анта? Ұстаз, балам жоқ, 12 жыл дейді, шаршадым дейді. Шаршалма жаным, шаршама жаным, жанар Құдай береді. Алланың бергіштігіне үмітің үзілмесін. Мен 18 жыл күткен адамдарды көргем. 19 жыл. Бізде
экоға қайырылсаңыз болады. Одан кейін эконың да жолы бар, дәрігерлер бар жаным, жақсы дұғалар бар. Одан кейін техника иқмалар бар, солардың бәрін көріңіз. Ұстаз, шүкір 2 қызым бар, 3-шісі де қыз екен, Алладан ұл сұрағын. Құралай, Алла Тағала сіз жақсылықты сол ұлдан көресің ба, қыздан көресің ба? Жоқ, одан вообще көрмейсің, оны Аллаға біледі жаным. Біз ұл берсе екен дейміз. Ертең бір үйленеді, балаң өсіп. Үйленгеннен бір тырнағы ұзын біреу үйленсе, ол өмірдің бітшін шығарып жібереді. Айландырып жібереді. Құдай әйелге сана берсін. Осының бекер айтылған сөз емес. Атамыз қазақ еркекке сана берсін демеген, әйелге сана берсін деген. Неге? Өйткені ол үйге кірген адам үйдің табиғатын өзгертеді, үйдің дәстүрін өзгертеді, әдебін өзгертеді, өзінің әдебін алып келеді. Содан кейін балаң қисайып, сүмірейіп тұрса, любой еркек түптің түбінде әйел сындырады. Түптің түбінде сындырады. Мейлі тек қана әйел шыдамды болса, талқанын шығарады түптің түбінде. Отырған мына жерде не бір қасқырлар, тістерін қайрап бүйтіп тістеген кезде ет бетімен қоса жылы болады. Балаңды қоса сүйреп алып кеткен қанша әйелдер бар, қанша балалар бар. Сол үшін Алла Тағала береді. Сен сабыр ет. Сол екеу ұл ма, қыз ба, қыздан жақсылық көре бер. Құдай осылардан қайыр көрейін де. Қызға да жарымай отырған жазды қазір. Сен екеу деп жатсың ғой. Перзенті жоқ. Қашан көремді жылап, жертек біле жатыр. А сен маған ұл керек дейсің. Жаным ау, Алла өзі біледі. Есептеу осыдан шыққан, осыған қосып айтып кетейік. Есептеу дұрыс емес. Ұлымның шашы түсіп жатыр, 4 жыл болды, не істесем болады, дәрігерлердің айтқандарын бәрін істедік, ем қонбай жатыр, қайта түседі дейді. Дем салдырып қойыңыз. Басына оқитын дұғасы бар, имам моллаларға, сауаттыларына апарсаңыз жақсы болады. Тем более дәрігердің бәрін көрген екенсіз. Сәби көрем түсіңізде дейді. Жерде аккаунтта бар. Түсімде орамал тағуды ұмытып кетіппін дейді. Ол түс екен ғой. Көшеде дейді. Біреуден қарыз алып ұмытып кеткенсің. Есіңе түсіріп көрмесі. Или бермей жүрсің. Беттегі шырамды аппаратпен кетіруге бола ма? Егер ол шырам үлкен дискомфорт беріп тұрса, кетіруге болады. Ұстаз, Балқаш қаласынан жалынды сәлем сізге. Уалейкум сәлем, рахматуллахи ва баракатух. Алла разы болсын. Сіз бір дем салдырса болады ма? Болады. Бұл жерде массаж әлемі деген аккаунтта бар, соған жазыласыз, олар шақыртады мені. Жеке сұрақ қойсам бола ма? Болады. Парақшаңызды берем дейді. Беріңіздер, таратып қойыңыздар, айтып қойыңыздар. Алла разы болсын. Ташкент, уалейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Америкадан көреді, Германиядан көретіндер де білем. Алла разы болсын. Ал 9 болды. Сағат 7-тен бастап Алла разы болсын. 2-3 сағаттық эфир болды. Алла өмірлеріңізге берекесін. Күнде ертең осы уақытта амандықта жүздесейік. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.